Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге прямой юбканың лекалыманан осындай юбка брюкиді қалай пішіп тігуін көрсетемін. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар. Келесі түсірімді жіберіп алмау үшін инстаграмға да тіркеліңіздер, комментарияға жазыңыздар. Келесі түсірімде қандай киімнің пішіп тігілуін көргілеріңіз келеді. Сол арқылы мен сіздерге планда видео түсіріп отырамын. Қазір біз осы юбка брюкиді қалай пішіп тігілуін көрейік. Мұқият қараңыздар. Өте оңай жеңіл түрінде сіздерге үйретіп отырмын. Үйреніп алыңыздар. Қазір біз мұна пішілген арқасы, үлкен жағы мұнау алды. Біз осыны енді былай қарай қоямыз. Енді осы жерден бұлапқа шаншып, бір алдын, бір арқасын осылай қойып тігіп шығамыз. Су қатты, мінекей. Қазір осылай бір алдын, бір арқасын машинаман тігіп шығамын. Мінекей мен бұлай шаншып алдым. Енді неден замок тігу керекпіз. Сол замокқа орын қалдырамыз. Белгілеп аламыз замоктың орнын. Мына жерді қалдырып, мына жағын тігіп шығамын. Осылай лапканың бойынан аяғына шейін тігіп шығамыз. Міне қазір біз замок тігуді көрсетемін. Ол үшін біз лапкасын ауыстырып алдым. Енді осы жерден қойып, бұл лапка шаншып алғам. Бір шетін тігіп шығам. Инелерді алып тастап отырып, мінекей. Бұны шлей тағамай, әшейін шетінен тіге салдым. Негізі көктеп алу керек. Мен көктемей тіге салдым, жібін қырқып алып. Қазір бұны түбінен тақап тігеміз. Бұлай қойсақ, ана замок бұлай ашылады, соны бір қолымыздан ашып отырып, тартып, және бір үстінен тігіп шығамыз. Тігіп болдым. Енді келесі бетінде тура солай тігеміз. Ол үшін мына жерді мұқият замокты сырып алып, туралап бүйтіп ұстаймыз. Өйткені бізде қисық болып кетеді. Бұл лапка шаншып алып, қазір екінші бетінде тігіп тастаймыз. Тоже бұны тіккен кезде жаңағы шетінен көктеудің орнына мен машинаман тіге саламын. Бұл лапканы алып тастап, тігіп алдым. Енді ашып, бұны көріп атырмыз. Мені бір шеті әлі тақап тіккен жоқпын. Мені енді ашып, замоканы ашылап, тартып отырып, осы екінші бетінде тігіп шығамын. Тігіп алдым. Замокты сырып көрсетем, бір жерде қалып кетеді, мына түп жағынан сол жерді қайта бекітіп шығамыз. Мені осылай қойып, жаңағына келген жеріне шейін тігеміз, закрепке бере саламыз. Мені қазір ашып көрсетемін. Қарасаңыз, бұлай ұқыпты болды өтіктегенде. Замогын тігіп алғаннан кейін енді ортадағы тігісті тігеміз. Ортадағы тігісті лапканың бойыманан 1 сантиметрдей біраз тартыңқырап тігіп отырамыз. Мен бұл лапка шаншып алдым. Сіздер қолман тігіп көктеп алсаңыздар да болады. Мінекей бұл лапкаларымды алып тастап, тартып отырып тігемін. Өйткені тырысып қалмау үшін кей кезде бір тігістер тырысып тұрады. Екіншісінде осының артынша сала-саламыз. Тоже бұны шаншып аламыз. Шаншып алып, мұнаман жалғастырып тігіп шығамын лапканың бойыман. Менікі ешқандай шашағы шықпайтын стриж мата болғандан, мен ешқандай аберлоқтамай тігіп жатырмын. Мені екеуін тігіп алғаннан кейін қазір мен көрсетем. Біреуін тегістеп, теріс қаратып алдымызға жайып аламыз. Мынандай қылып. Екіншісін оң қаратып, осының арасына қазір саламыз. Мені оң жағын аударып. Сөйтіп арасына кіргіздіріп, бұны шоптарын, бас жақтарынан басқы жақтарына біз бұлапқа шаншып алып, мінекей шобыман шобы
қылып бұлапқа шаншып аламын. Шаншып алып, осы шаншыған жерден 1 сантиметрден қылып, мен айландырып, тігіп шығамын. Мына ортандағы тігісті біреуін ары, біреуін бері жатқызасыздар. Екеуі бір жаққа жатқызуға болмайды, өйткені қалың болып кетеді ол тігісіміз. Мінекей мен шаншып болдым, әзір көрсеңіздер, мынандай әдемі болып тұрады. Сол әдемі болып тұрған жерді айландырып, қазір мен бұны осылай тігіп шығамын. Міне біз тігіп болған соң, енді біз ремен тігеміз. Ремен тігу үшін мен бір шетін мұқият тігіп алып, дайындап, үтіктеп алдым ременді. Енді міне жерден артықтау қойып 1-2 сантиметр, мінекей 1-2 сантиметр артық қойып, мен бұлапқа шаншып алып, 1 сантиметрден закрепка беріп тігеміз. Бұны тігіп атқанда біз ременді тартыңқырап тігеміз біраз. Астын тартпаймыз, тек ременді тартып отырып тігеміз. Мінекей осылай айландырып, біз тігіп шығамыз ременін. Мұқият тартыңқырап отырып тігіңіздер. Ішіле қатты тартуға да болмайды. Қатты сборка болып кетеді. Менікі резиновый матас, слегка резинка, сборка болды. Үтікпенен сәл жазып жіберемін. Өте әдемі, ұқыпты тұрады, өйткені беліне сәл кеңдеу болғаннан кейін біраз аз ғана сборка беріп тігіп шықтым. Мінекей бұл жағында былай замокты сәл жабыңқырап алып, міне аяқтап тігіп шықтым, закрепка беремін. Қазір бұны екі басын қалай тігуін көріп алыңыздар, мұқият қарасаңыздар, өте оңай, жеңіл тігіледі. Менікі артық шықты, осы артығын әзір мен кесіп тастаймын 2 сантиметрдей. Оның бәрі өтікпенен басылып кетеді, мен тартып тіккенікі. Менікі 32 сантиметр болу керек еді, мен 30 сантиметр қылдым, сәл қысып тұрғаны жақсы болып, артығын қырқып тастап. Енді осы бастарын ашып, туралап осылай қоямыз, сөйтеміз де, міне замогын ішіне қойып бүйтіп бүктеп, енді мына жерден лапканың бойымен тігіп шығамыз. 0,7 сантиметр. Лапканың бойымен тіге беріңіз, 1 сантиметр или 0,7 болады, 7 миллиметр. Міне бірін артынан бірін тігіп шықтым. Енді мына жағын көреміз, бұл әдемі болып тұрады. Енді бұлай бүктеп, мына шоппанан айландырып тігіп шығамыз. Мінекей бұл жағында тігіп алдым, енді келесі бетінде тура солай тігеміз. Қазір бұрышын кесіп тастау керек, мына жағында сәл алып тастаймыз, өйткені петля ашқанда мешайт етеді. Енді аударып тартып көреміз, инемен ақырын шұқып туралап аламыз. Мінекей көрсеңіз осындай әдемі болып шығады. Мінекей жібін тастап көрсеңіз осылай әдемі болып тұрады. Енді келесі бетінде тура солай тігеміз, ашып алып, бұлай бүктейміз, лапканың бойыманан жаңа тігістің тұсынан тігіп шығамыз. Мына бұрышында біз кесіп тастаймыз, өйткені шоқпардай қалың болып кетеді, сол қалау болып тұру үшін бұны да аударып, инемен ұқыптап шығарып аламыз. Несін? Мінекей көрсеңіз осындай әдемі болып шықты. Мына ішкі тігісіне қарай ремен ішіне кіргізіп жібереміз, бар тігістерін жоғары қарай үстіп біз көктеп шығамыз. Міне енді біз ремен тігіп болғаннан кейін үстіп бар тігісін ішіне кіргізіп отырып, төбінен тағап, қолманан тігіп аламыз. Обязательно қолман тігіп алу керек, өйткені бір десен ремен тіге алмайсыздар, айланып кетеді. Міне тігіп аяқтап шықтым мына жерден. Түймесен әшейін 2 шаншып қырқып тастаймыз жібін. Қазір енді біз осы тігістің төбінен тақап тігеміз, төбінен тақап тігеміз. Мінекей тура тігістің төбінен тақап, тартыңқырап отырып, 2 қолымызбен реттеп асықпай тігіп шығамыз. Сонда ол тігісіміз біздің бергі шетте ешқандай көрінбейді, ремен үстін бастырмай тігесіздер. Тура ремен астынан тіксеңіздер, өте әдемі болып тұрады. Мінекей үстіп мұқият қарап, көріп тігіп үйреніңіздер. Бұл өте жеңіл нәрсе. Тігіс тігу бәріңіздің қолдарыңыздан келеді, істесеңіздер. Үстіп қарап отырып, бала шағаларыңызға юбка шорти өзіңізге де тігіп алыңыз. Бұл жазға қарай өте әдемі, сәнді, әрі жарасып тұратын, әрі юбка, әрі шалбар. Қыздар түймені оп-оңай жеп жеңіл тігуге болады. Ол үшін
шалбарымыздың несін бүктеп аламыз, түймені осылай қойып, соғып 1-3-4 рет шаншып түйе саламыз. Міне астын көрсеңіз әдемі. Мына жерден түйіп, мінекей осылай тігіп үйрен. Юбкамыздың арқасы енді мына алды. Міне осылай тігіп берсеңіздер болады. Өте әдемі сәнді киім. Осындай сәнді юбка брюкиді тігуді көрсеттім. Мұқият көріп алдыңыздар деймін. Сол көргеніңізбен бар энергияңызбен сіздер де өз бала шағаңызға, өзіңізге әрі тапсырыс алып тігуге болатын осындай жаз уақытта киетін шорти юбканы. Бұны тек шорти юбка емес, бұдан да ұзын тобыққа шейін жететін юбка қылып істеулеріңізге болады. Өздеріңізге байланысты қандай ұзындықта қылсаңыздар. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар. Келесі түсірімді жіберіп алмау үшін Инстаграмға да тіркеліңіздер. Туған туыс бауырларыңызға да тарқата жүріңіздер менің осы YouTube каналымды. Комментарияға жазыңыздар. Келесі түсірімде қандай киімді пішіп тігуін көргілеріңіз келеді. Келесі түсірілімде кездескенше сау болыңыздар.